мейірленіп кетіп, балам саған жәннаттың есігін ашсын десінші. Менің өзім басымнан өткен нәрсені айтып отырмын. Bir günde ашылды. Сондай бизнесмендердің арасына Аллах Тағала түсіріп тастады. Bir анамның дұғасымен мен өзімді сезіп жүрмін, аузымды ашсам кім екенін көрініп қалады да аналардың арасында. Үлкен Adidas, Waikiki сияқты бизнесмендердің, үлкен Түркиядағы сондай спортивный товарлар, басқа товарлардың хозяиндері үлкен бизнес жасап жатыр. Маған не бастап жатсың, не тіршілік деп қойды. Мен біз жаңадан бастап жатырмыз деп қойды. Хотя 20 жыл болды бизнесте жүргеніме. Аузымды аша алмадым. Бірақ мен ойлаймын да анамның дұғасының арқасында. Сондай кәсіпкерлердің арасына апарып салып жіберді да, сондай тәжірибе жинадым. Bir дұғасы. Алқама деген бір сахаба болған, өте мықты сахаба. Сол өле алмай қиналып жатады. Сахабалар шахадат айт дейді, ла иляха иллаллах деп айт дейді, бірақ айта алмай жатады да. Содан кейін пайғамбарымызға жүгіріп жібереді, пайғамбарымыз келеді. Бұл хадис слабы болғанмен Аль-Бухари бұл Адабул Муфрад деген кітабында келтіреді. Яғни Аль-Бухари келтіретін хадис. Содан кейін жаңағы пайғамбарымыз келеді да, көреді, шахадат айт десе айта алмай қиналып жатыр. Содан кейін анасы бар ма дейді. Сол анасын шақыртады. Анасы келмей қояды. Сөйтсе ол біреудің жалғыз баласы болған екен, мәпелеп өсірген. Бірақ әйел алған кезде анасының разылығын алмай әйелмен бірге кетіп қалған екен. Анасы қатты ренжіп қалған екен. Анасының ренжісінен жанын тапсыра алмай жатыр. Содан кейін пайғамбарымыз шақыртады, анасы келеді. Кешіріңіз дейді, кешірмей қояды анасы. Пайғамбарымыз айтады, онда отын жинаңдар да өртеп жіберіңдер дейді оны, Алқаманы. Представляете, сахабаны алып өртеп жібереді. Анасы шошып кетеді. Неге өртейін деп? Сіз тап осылай балаңызды өртейін деп жатсыз дейді. Кешірдім деген кезде сразу шахадат айтып қайтыс болады. Анау адам жанын тапсыра алмайды, жолдарың ашылмайды, бизнестерің жүрмейді. Мен айтамын, всегда бизнес планның басына ата-ана разылығы деп жазып қойыңдар. Ата-ана разылығы деп. Осын тауып алсаңдар бар ғой, осыған жетсеңдер, көп адам ойлайды да, мен анамды хажыға апардым, биттім, сөйттім деп міндетсініп қалады да, ары қарай жақсылық жасамай қалады. Ұмыт кету керек. Жақсылық істейсің, ұмыт кету керек. Не істесең де, мен дым істеген жоқпын анам үшін деген сезімді мына жерде ұстап тұру керек жігіттер. Таңертең тұрып маңдайына сүйіп, әбетте барып маңдайына сүй, кешке барып маңдайына сүй. Просто құшақта, просто жылы сөз айт. Ақшаңды бермей қой, іштеме бермей қой, просто жылы сөз айт. Шашын сыйпап, басынан сыйпап, маңдайына сүйсең, анаң мейірленіп дұға тілесе, сенің анау жете алмай жүрген нәрселеріңе 3 күнде жетесің. 3 күнде. Саттым ғой да сіздің енді. Жоқ, мәселе сатуда болған жоқ. Шынымен де, мен Алланың атымен ант етейін бар ғой, 1 күнде жолдарың ашылады. Ана дұға тілешті, олай емес. Просто жақсылық істеңдер, өзі тілейді ол кісі.